Қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздерге бүгін ірімшікті думалақ бауырсақтар жасап көрсетемін. Ол үшін ең алдымен 5 жұмыртқа және нан соданы уксусқа өлтіріп осылай былғап аласыздар. Әбден жақсылап былғап аласыздар. Енді бізге ірімшік қажет. Бұл жерде мынау менде қолдың ірімшігі 500 грамдай ірімшік қосасыздар. Оған қант қосамыз. Шағын бір кішкентай шай кесемен 1 кесе қант қосуларыңызға болады. Сосын барлығын жақсылап араластырып аламыз. Әбден ірімшіктерін езіп. Мінекей, ірімшігін бәрін жақсылап араластырып алдық. Енді ұн қосамыз. Енді осы жерде не қатты кәдімгідей қою емес, не сұп-сұйық емес, орта көлемде осындай масса жасап аламыз. Өте бұның ұнын көп қылсаңыздар да арасы тығыз болып қалады. Енді міне дастарханымызға мәнейімізді сеуіп аламыз. Манный каша бар ғой, кәдімгі өзіміз жасайтын, соны сеуіп аламыз. Сосын жаңағы массамызды осылай қасықпен тастап, осы манныйға аунатып домалақтаймыз. Кішкентай қасықтың көлемінде мінекей, қараңыздар. Енді осылай ауната отырып, дөңгелек шариктер жасап аламыз. Мінекей, енді жай отқа майымызды қойып қоямыз. Майымыз қызғанша жаңағы барлық массаны домалақтап дайындап аламыз. Міне майымыз қызды. Майымызға салып қуыруды бастап кеттік. Баяу отта пісіру қажет, өйткені арасы тығыз әрі шикі болып қалуы мүмкін. Сол үшін май қайнағаннан кейін астын басып, баяу отта пісіреміз. Екі жағын кезек-кезек аунатып, қызартып қуырып аламыз. Міне, бірінші жақ беттері қызарды, енді екінші жақ бетіне аунатып жатырмын.
Мінекей. Дайын болып пісті. Ыстық күйінде шайға ұсына берулеріңізге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте құрамы қолжетімді, дайындалуы жылдам, ешқандай күтуді қажеті жоқ. Мінекей. Дайын болды. Ас болсын. Міне арасын бөліп көрсетіп жатырмын. Арасы осындай жұмсақ. Керемет. Дәмі деген иісіз керемет ас болсын.